Қалайсыздар? Сіздермен үшінші күні көрісіп, осында сабақта бірге жолыққаныма қуаныштымын. Сіздердің кешегі алдыңғы күнгі сабақтарға жазған пікірлеріңізге мен шынымен ризамын. Себебі барлықтарыңыз шынайы, өздеріңіздің түсінген нәрселеріңізді жазып, жасаған, дұрыстаған жарнамаларыңызды жіберіп, мені қуантып жатсыздар. Бүгін соңғы күн, бізде үшінші күн, үшінші сабақ деп айтам. Соңғысы копирайтерлар қалай және қанша ақша табады. Жалпы маған жазатын адамдардың көбісінің сұрақтары осы. Ұлпан, мен маркетологпын, Ұлпан, мен осы саланы нөлден бастап меңгергім келеді, Ұлпан, мен үйде отырған анам, мен үйде осын жалғастырғым келеді деген сияқты. Жалпы мен кешегі сабақта сіздерге алдында айтқан болатынмын, кез келген адам, кез келген навыкты, яғни кез келген нәрсені, жаңа нәрсені үйреніп алуға болады, яғни үйреніп, соны ары қарай алып кетуге болады деген сияқты. Мен өзімнің мысалымен көрсетпей сіздерге, мен техникалық мамандықты бітірдім, бірақ осындай деңгейде копирайтингті меңгеріп, қазіргі таңда Инстаграмды да көресіздер сіздер. Мысалы, өзіміздің жеке аудиторияда тек қана осы біліммен көтеріп жатырмын қазіргі таңда. Ал енді бұдан шығатын қорытынды, кез келген адам, кез келген нәрсені меңгеріп алуға болады. Тек табандылық, үйрену, кішкене уақыт керек оған. Енді сіздерде сұрақ болады, жақсы үйрендік, бірақ енді біз қанша табамыз, қалай табамыз деген сияқты. Мен қазір кішкене шолу жасап кетем. Сіздерге алдыларыңызда тұрған бұлыңғыр жаңағыдай түсініксіз болып тұрған нәрсені мен алып тастағым келеді, сол үшін шолу жасаймыз. Жалпы копирайтер ол бірден, біз кубик рубик құрастырамыз ғой, соны бірден алып құрастырып кету сияқты ондай нәрсе жоқ. Копирайтерға да уақыт керек, үйрену керек деген сияқты. Және кез келген нәрсені үйрену үшін, кез келген нәрсені білу үшін, сол нәрседе биік, жақсы, өзіңіздің армандаған деңгейге жету үшін, өзіңіз жаңағыдай былай түрлі жолмен емес, үйреніп, жасап, нақты біліп, сол нәрсені нәтиже шығарып жүрген адамнан білім алған әлдеқайда тиімді. Сондықтан мен айтатын едім сіздерге, жалпы 10 баллдық деңгеймен есептегенде 2 баллдық деңгейге шығу үшін де, мысалға, тым болмаса алғашқы бастамаларында арнайы курстардан алған дұрыс болады. Енді кеттік. Жалпы сайтқа арналған мәтін біздің нарықта 50 000 теңгеден жоғары жазылады. Сайтқа арналған мәтіндер. Жалпы жасыратын еш нәрсе жоқ. Мен өзім сайт жасаған кезде маған бір құпиямен бөлсең, енді 2 күн 3 сағаттан 4 сағаттан мен уақыт бөлем. Ол уақытта маған 60 000 теңге мен 100 000 теңгенің арасында қалады. Тек маған, мен енді командамен жұмыс жасаймын, менің өзіме сондай аралықта ақша қалады деген сияқты. Одан кейін листовкалар тарату, негізі біз ойлаймыз ғой, оны ешкім оқымайды, қалай деген сияқты. Шын мәнінде мысалға, қазір сіздер онлайн, мен айтатын болсам, онлайн копирайтинг каналында, телеграмда болсын, инстаграмда болсын, жекеге адамдар жазады. Листовкалар қаншаға жаздар, біз КП жаздырайын деген едік, оны қаншаға жаздырасыздар деген сияқты түрлі сұрақтармен шығады. Жалпы кім өзін копирайтер ретінде дәлелдей алды, соған ары қарай жолдар ашыла береді жалпы. Одан кейін коммерциялық ұсыныстар 25 000-нен 600 000 теңгеге дейін жазады нарықта. Ең көздеріңізді ашатындай нәрсе оны тексеру. Мен қазір көрсетемін сіздерге. Одан кейін лендинг пейдж деген бар, бір беттік сайттар болады. Олар 30 000-нан жоғары жазамыз біз оларда. Одан кейін скрипт, сценарий жазу деген, мысалға мен арнайы курсымды да үйретемін. Ол жерде сценарий, скрипт жазуда. Оның бағасы 20 000-нан жоғары. Сіздерге қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ адамдардың барлығы хабарласқан кезде сата алмай қалады адамдар. Скрипт деген сол, яғни клиентпен сөйлесудің жаңағыдай өзінің схемасы болады. Соны скрипт деп айтады. Келесі email рассылка деген бар, енді олар негізі 10 000-нан жоғары жүреді. Одан кейін жарнама мәтіні, ең қарапайым жарнама мәтіні 5 000 теңгеден жоғары жазылады. Бір нәрсені айтып кетейін, біз өзіміз үлкен инстаграмға арналған, бір айға арналған 10 пост жазамыз, ол 150 000 теңге болады. Бір пост 15 000 теңге бағаланады. Қазір мен екі аккаунтты жүргізіп жатырмын. Онда да мен суретін салып, онда емес. Сол салаға байланысты мен тақырып жазам, 10 тақырып жазам. Сіздер қалай өте ма осы? Ол кісілер айтады, жақсы, біздің салаға келеді. 10 түрлі тақырыпты солармен сөйлесіп, жұмыс жасап, 10 түрлі тақырып шығарып аламын да, соған арнайы пост жазам. Мен кеше сіздерге нативная реклама деп айттым ғой. Сол бойынша және оның бағасы 150 000 теңге болады бір компаниядан. Яғни бір айға. Көрдіңіздер ғой? Одан кейін жарнама мәтіндері 5 000 плюс дедім. Бұл ең бастапқы, сіз мысалға
бірінші ай үйреніп ары қарай жасай берсеңіз, ол бірінші айда бір жарнамадан 5000 теңге табуға болады. Яғни OLX-қа болсын, Instagram-ға болсын деген сияқты. Бірақ Instagram-дағы арнайы посттар жазу 10 000 теңгеден басталады. Мен бұрындары адамдарға өзімнің жаңағыдай дос ретінде, туыс ретінде, таныс ретінде мен тегін жинап жазып беріп, сол арқылы мен өзіме тәжірибе жинадым және көрсететін кейстарым бар деген сияқты. Содан кейін сіздер де сондай жеткен кезде өздеріңіздің бағаларыңызды көтере бересіздер. Достар, осы тұста сіздерге мен айтады ғой, кез келген нәрсені дәлелмен көрсет деген сияқты. Мен дәлелмен көрсетемін сіздерге. Қазір қарасаңыздар, мысалға ең маңызды, ең жаңағыдай қарапайым деген нәрселердің өзін біз HeadHunter деген сайт бар. Мұнда Қазақстанда болсын, мировой енді жұмыспен орналастыру бойынша қарасаңыздар, мінекей мен мұнда копирайтер деп жаздым. Қараңыздар, контент менеджер деген осы текстін жазушы. Бағасын қарасаңыздар 150 000 мен 300 000 теңгенің арасында табуға болады. Одан кейін копирайтер келесін қараңыздар, Альфа-банк керек деп жазып қойған. Одан кейін копирайтер, букмекерский тематика, одан кейін маркетолог СММ-ға 200 000 мен 500 000 теңгенің арасында. Көрдіңіздер ғой, маркетолог тек қана копирайтингті жазылатын. Для дизайнера или копирайтер, көрдіңіз ғой. Осылай кете береді. Копирайтер, рерайтер деген нәрсе, ол кәдімгі корректировка жасайтын адамды айтады. Осылай кете береді. Жалпы неки редактор сайтов, вот копирайтер. Жалпы сұранысты көрдіңіздер, көрдіңіздер ғой. Қазір мен тағы да бір керемет нәрсені көрсетейін. Жалпы Google Trends деген нәрсе бар. Бұл жерде сіздердің копирайтерді айына Алматының өзінде болсын қанша адам іздейді екен деген сияқты ақпарат бар. Сосын ең маңыздысы, кез келген бұл копирайтер үйде отырып онлайн түрде жұмыс жасай береді. Оған адаммен барып кездесіп, бір нәрсе сұраудың қажет жоқ. Арнайы бриф форма деген нәрсе бар. Енді оны сабақта кейінірек мен толық түсіндіремін. Яғни копирайтингті шығаруға арнайы бір шаблон бар. Сол сұрақтарды жібересіздер. Ол сұрақтар сіздер жауап береді. Сол арқылы сіздер копирайтинг шығара аласыздар. Міне қараңыздар, Google Trends деген бұл кез келген саланы, немесе кез келген затты бір іздеген адамдар болады ғой, солардың санын шығарып береді. Мына жерде қарасаңыздар, мен Қазақстан дегенді белгіледім. Енді қараңыздар, іздеген адамдардың 10-16 ноябрьде 56 адам деген сияқты. Вот көрдіңіздер ғой, тек Google-дың өзінен іздеген. Жалпы бұны әдетте жаздыратын көзі ашық адамдар Instagram-нан іздейді және OLX-тан іздейді. 100 адамнан жазылған. Және қай аймақта көп деген сияқты. Бұл мына аймақта көп, мына аймақта аз деген емес, ең маңыздысы бұл онлайн түрде жұмыс жасау. Көрдіңіздер ғой. Мысалы Қарағанды, Алматы, Астана осының барлығын көрсете береді. Жалпы аналитиканы кез келген саланы іздесеңіздер, сіздер осылай жазып іздеулеріңізге болады. Енді қараңыздар, мен соңғы 7 күн дегенге қойдым. Жалпы биік, көбі қанша деген сияқты ғой. Мысалға, мына күнде ең маңыздысын көрсеткен, мына күнде қазір. Мысалға, 28 январ кешегінің өзінде 46 адам іздеген. Бұл саланы, яғни бұны жазатын адамдарды, 46. Осылай кете береді. Жалпы ең маңыздысы мен сіздерге көрсетім келді. Қалай болады деген сияқты. Мысалға, мен өзімде курстардан бітірген адамдарды өзіме жұмысқа шақырған кезде келіңдер, бірге жұмыс жасайық, командамен болып жұмыс жасайық дедім. Және бизнес бастауға болсын, оларға услуга көрсетемін. Мысалы, мен қандай компанияға услуга көрсетсем, олар менің командамда жұмыс жасап, сол арқылы табыс таба береді қосымша. Ал кейбірі айтады, Ұлпан жолын көрсетеді. Мен курстың өзінде барысында жолын көрсетіп, былай жасайсың, былай жасайсың. Тіпті клиенттердің өзімен былай сөйлесу керек. Мынаны былай корректировка жасайсың деген сияқты. Алғаш рет курсты бітіргеннен кейін алғашқы жұмыстармен тексерем олардың. Сен былай жасау керексің. Мына жасаған дұрыс болады, мына жерің қате болыпты, мына жеріңді былай дұрыстап берейін деген сияқты. Осылай қателерін түзеп, ол кісінің аяқ алысына дейін, қысқаша айтқанда, алғашқы табысына дейін мен көбірек кейінірек көмектесетін боламын. Жалпы айтқаным, жаза алсаңыздар барлығы болады. Қазір
технический жаңағы қолмен жасайтын жұмыстар, айтады ғой, екі қолға бір күрек деген сияқты тікелей айтылмаса да бұрынғы сияқты замандағы ондай қазір қалды. Сондықтан барынша онлайн түрде кез келген жермен жұмыс жасай беруге болады. Қарағанды болсын, Астана болсын, Алматы, Шымкент, Тараз, ол не важно сіздің қаяқта отырғаныңыз. Сосын мені толғандыратыны, қатты уайымдататын ең маңызды нәрсе бар. Ол Ресейде, Украинада отырып, біздің қазақ кәсіпкерлердің бизнесіне сайт жасайтын мамандар болады. Және ең өкініштісі, олардың жасы 15, 16, 20 жастағы жастарда келеді, өздері Инстаграм арқылы өзінің ұсынысын жібереді, сайт жасап береміз, мынандай результат көрсетеміз. Текст жазып береміз, мынандай результат. Инстаграмға продвижение жасап береміз, мынандай результат деген сияқты. Ал бізге жастарға қазір басқа артық нәрсе керек емес, ең маңызды қолдан келетін, үйреніп алуға болатын және үйрететін мамандар тұрған кезде қарапайым нәрсені жасап, яғни осындай навыктарды меңгеру керек. Бұл салаға әлем тәуелді, жалпы мен көрсеттім ғой сіздерге, иә. Енді сіздерде сұрақ болады, ұлпаның курстарын қанша болды деп маған жеке-жеке жазып жатыр. Соған кішкене тоқталып өтейін. Мен сіздерге не бере аламын? Менде 3 түрлі курс бар. Оның біріншісі кәсіпкерлер курсы, бұл 5-ші рет болып жатыр. Екіншісі копирайтерлар курсы, бұл арнайы тек қана мен осы саланы меңгерем, арасында маркетингке байланысты құралдар болады. Толық зерттейм, үйренем, түсінем, мен осы саланы толығымен кірдім осы темаға деген сияқты адамдар болады ғой. Оған екінші копирайтерлар курс болады. Үшіншісі кәсіпті әрлеу, яғни упаковка. Мен өзім сайт жасаймын дедім ғой, тек қана сайт жасаушыларға, маркетинг жасаушыларға және сценарий жазушыларға арналған осы соңғы курс бар. Жалпы менде әзірге осы 3 курс және осы жылда осы 3 курспен шектелем. Осы курсты өзінің деңгейіне шығарам және де осы жылы 2400 адам осы жеке курстардан өткізем деген өзімнің ниетім бар. Және бір қызығатын нәрсе, бізде тек қана қазақстандықтар емес, осы курстарға Өзбекстаннан және Қырғызстаннан сол тілді біздің қазақшаны ғана түсінеді ол кісілер, бірақ мен ол кісілерді қиында түсінуім, ол кісілер жақсы түсінеді. Сол кісілер оқып жатыр. Одан кейін Кореядан жаңағы қазақ кісілер оқыған бізде. Негізі Кореяда қазақтар өте белсенді біздің. Курстардан 4 адам өткен болатын, жазғы курстардан. Сол сияқты сіздерге беретін нәрсем осы менің, және толық нәрсені курстарда үйренесіздер, және де сіздерге қазір тағы да шоу жасап кетейін. Жалпы кәсіпкерлер курсынан үйренеді. Кәсіпкерлер курсында тақырып жазудың 2 техникасы, оффер болады. Копирайтинг, кәсіпкер жарнама мәтінін жазу. Әдетте бұл курсқа кәсіпкерлер, кәсібін бастап жатқан адамдар көбірек қатысады, және копирайтингті маған бір кішігірім деңгейде болады деген сияқты адамдар. Және call to action, Инстаграмда сатылым жасайтын мәтіндер мен сіздерге алдыңғы сабақтарда өттім, толық кіру ішінен. Сосын storytelling деген нәрсе бар. Бұл жеке өзіңіздің оқиғаңызды жазу арқылы ешқандай жарнамаға ақша салмай, негізі табыс табудың жолы. Бұны да тапсырысқа жазады. Және отзыв алу әдісі, яғни бір клиент, риза болған клиенттен басқа клиенттерді қалай әкелуге болады, соның әдісін үйренеміз. Уақыт сіздің өміріңіз, кез келген нәрсе, сондықтан әр нәрсені өзінің уақытында жасау керек. Егер мынандай нәрседе бір бизнесті бастадыңыз, оны созып, езіп, мыжып, бір 3 жыл сол деңгейде жүргізгенше, оны жүргізбей қою керек. Ал бір нәрсені бастадыңыз ба, оны жасап, ары қарай дамытып, жүйеге қоюға максимум 4-5 ай уақыт жеткілікті. Сондықтан әр нәрсені, яғни копирайтинг кәсіптің баспалдағы болғаннан кейін, кім кәсіпкер, мен барынша сіздер үшін жаңағыдай өз уақытында тез арада бастағандарыңыз дұрыс деп айтам. Таңдау өзіңізде. Жалпы достар, соңғы 3-ші сабақ осымен аяқталды. Сіздерге қажетті ақпаратты бердім деп ойлаймын. Түсінгендеріңіз үшін, түсіністік танытқандарыңыз үшін, және де қазір осы сабақтан кейін астына төменде алған инсайттарыңызды бөлісіңіздер, жазыңыздар, және ұсыныстарыңыз болса жазыңыздар деген сияқты. Ең негізгі мақсат, бізде командада кәсіпкерлер бар, біздің бизнес бастаудың командасында. Бірақ ағай барлығымызға былай айтты: сендер ағартушылықпен айналысу керексіңдер. Біз қазір толық адамдарды оқытып жатырмыз, жүйелеп жатырмыз. Сендер әрбір істің мамансыңдар, сондықтан әрқайсысың өздерінің жеке курстарыңды ашып,
яғни өздеріңнің салаларың бойынша жеке курстарыңды ашып халықты оятуға атсалысыңдар деді. Жақсы, бәріміз сол нәрсені қазіргі таңда 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылдың көлемінде толығымен зерттеп, сол іске көштік. Сондықтан достар, әрбір қазақ бай болу тиіс. Біздің Қазақстанға ит те келіп, бит те келіп бизнесін жасап жатыр. Сондықтан сіздерге доступ бар кез келген нәрсеге, кез келген нәрсені үйреніп алуға, шешім қабылдауға мүмкіндік бар. Және барлық нәрсе біздің Қазақстанда қол жетімді. Барлығыңызға сәттілік.